Жаңызға бұл қазақша кино шоу арнасы. Арнаға жазылыңыз, пікір білдіріңіз және достарыңызға таратыңыздар. Мальчик полосатый пижаме 2008 жылы шыққан екінші дүниежүзілік соғыс кезіндегі адамгершілік пен достықты зерттейтін әсерлі драма. Оқиға нацистік 8 жасар Бруно канцлер басшысының ұлы Бруно отбасымен бірге ауылдық жерге көшіп келеді. Сол жерде ол торлы қоршаудың ар жағында полосатый пижама киген Шмуэл есімді еврей баламен танысады. Балалар соғыстың қайғылы жағдайларын түсінбестен достасады, бірақ олардың достығы қауіпті жағдайларға келеді. Өйткені Шмуэл лагерь тұтқыны, ал Бруноның әкесі нацистік офицер. Фильм соғыс кезіндегі қатыгездікті бейнелеп қана қоймай, балалардың таза жүрегі мен шынайы достығын ерекше көрсетеді. Аянышты финалы көрерменге терең ой салады. Бұл фильм соғыс туралы және оның адамның тағдырына әсері жайлы ойлануға жетелейтін маңызды туынды. Егер сіз бұл фильмді көрмесеңіз, міндетті түрде көріңіз және достарыңызға таратыңыздар.